Қайырлы кеш достар, мен жалпы eBayда шынымен де ақша бар ма? Ол үшін не істеу керек және 24-25 жылдар eBay қандай болмақ деген сұрақтарға жауап бергім келеді. Одан бұрын мен жалпы eBayды қандай жағдайда бастадым, осы туралы айтып өтейінші. 2022 жыл менің басымда үлкен қарыз бар болды. Енді оны біразыңыз білетін де шығарсыздар. 280 миллион нақтырақ айтсақ, достарыммен, туысқандарыммен, жақындарыммен, партнерлармен отношения быт-шыт. Жалпы өзім жаман жалқау момент болды менде, бір шаршап жүрем, вялость, ештеңе істегім келмейді, ештеңеге зауқым жоқ, энергия аз деген сияқты. Сөйтіп енді eBayға дейін мен 11 маркетплейспен жұмыс істеймін ғой. Сөйтіп біз ерте келе eBayді таңдадым. Оның себебі бар, ұятта болса айтайын, мен аз жұмыс істеп көп ақша тапқым келді. Сөздің ашығы осы. Және ең идеальный мен үшін бұл eBay маркетплейс болды. Енді қысқаша айтқан кезде ойлашы, $500 бір товарды таптың да, $1000 саттың, $500 маржа қалды, қалтаңа түсті $500, уже сенің қолыңда бір ақша бар да, көзге көрінетін ақша бар да. И дәл солай мен $1000, $2000, $5000 сата бастадым товарларды. Сөйтіп, бірінші ай мен $2200 ғана таптым, но алғашқы 6 айдың өзінде мен $120,000 жуық ақша таптым да. Қарызымның бір белгілі бөлімінен құтылдым деген сияқты. И каждый нормальный сумма тапқан сайын менде больше желание появляться ете бастады. Давай ізденейінші, давай тағы да не істей аламын мен тағы көбірек ақша табу үшін, тағы да білім алайыншы деген сияқты. И в целом мен eBay'да уже eBayға дейін сол бір жыл периодта мен бір 14 проект жасам. 14-де быт-шыт неудачный, әр қайсысында провал, почти көбіне қайттан қарызым көбейген сондай проекттер болған. Содан кейін eBay'да да бір көп ожидание болған жоқ, мен бастап кеттім. Менің андай бір күшті өзім білемін, өзімде бір осындай қасиет бар, мен бастап кете салам, болды. Дальше посмотрим деймін да, бастап кетемін. Ең маңыздысы сол. Сол сияқты каждый ақша тапқан сайын менде в целом eBayға сенім болды. Сол ақша тапқаннан кейін появляться ете бастады. И бұл өте маңызды. Проблемаңыз болса басыңызда, немесе осындай тура мен сияқты энергияңыз аз болса, сіз үшін eBay идеальный маркетплейс. Мен всегда айтамын, eBay жалпы қазақстандықтар үшін eBay идеальный маркетплейс деп. Неге? Біздің менталитетімізде бар, біз сразу байығымыз келеді, бұны жасыратын ештеңесі жоқ, осындай өкінішке орай. И сразу байғым келе ма, eBay, сөзін ашығын айта салу керек. Сөйтіп жүріп, жұмыс ары қаратай жүрді. Мен де іздендім, Америка академиядан оқыдым, масштабқа шықтым деген сияқты жұмыс жүрді. Енді дәл қазіргі момент, мысалы мен 23-пен салыстырайын. 2023-те қалай еді? 2023-те біздің студенттер келетін, eBayға тіркеледі өз аккаунтынан, спокойно, сумка, сағат, тағы да басқа нишалар топырлап жатыр. Салат, $1500, $2000, чуть ли $9000 дейін товарлар сатып жатады. Өте оңай болды. Қазір ондай емес, қазір кішкене қиындай бастады. Қазір қазақстандықтар үшін кішкене бір нелер бар, запреттер бар деген сияқты. Сол үшін жалпы айтпақшы болған затым, өзгерістер әрдайым болып жатады. 2022-де мен бастаған кезде болған мүмкіндіктер 23-те жоқ, 23-те басқа мүмкіндіктер ашылды, 23-те болған мүмкіндіктер 24-те жоқ, 24-те мүлдем басқа мүмкіндіктер ашылады, 24-те болған мүмкіндіктер 25-те басқаша болады. Мен жобамен 2025 жылдың ортасына дейін eBay қандай форматта жұмыс істейтін білемін, ізденемін, сұраймын, зерттеймін деген сияқты. Мен үшін, жалпы менің студенттерім үшін бұл өте маңызды. Айтпақшы болғаным, қазіргі заманда ештеңе бір орында тұрмайды. Идеальный подходящий моментті күтіп жүрсеңіз, жүре бересіз. 6 ай сайын, даже 1 жыл сайын обновление болады. Просто андай бір идеальный моментте, идеальный уақытта бастау керек, түсу керек сол уақытқа. Ол уақыт ешқашан келмейді, ол уақыт қазір. Түсіндіңіздер ғой. То есть заманның ағымы өте тез жүріп жатыр, дамып жатыр, өзгерістер еніп жатыр. Ол маркетплейс болсын, ол басқа темалар болсын, любой бизнес болсын, всегда өзгеріс болып жатыр. Сол өзгерістерге үлгеріп, сол өзгерістермен тең жүре алсаң, ақша табасың. Аузыңды ашып аңқиып жүрсең, ондай извини. Осылай заман, осылай өзгеріп жатыр. Сондықтан да айтпақшы болғаным, подходящий моментті күтіп жүрдің қажеті жоқ. Дәл қазір мен eBay болашақ бүгін баста деймін. Мен сол үшін айтамын. Бүгін идеальный момент болды. Ертең басқа момент шығады. Просто бүгін бастап кету, и сен уже бір осы пойызға мініп алсаң болды, eBay'дің пойызына мініп алсаң, уже жүре бересің да. Қандай жаңалықтар келсе де сен уже дайын боласың, түсінесің, қабылдайсың. Қазір мысалы саған мен eBay'да осындай болып жатыр, осындай өзгерістер болды. Элементарно, мысалы біз қазір шетелдік аккаунттармен жұмыс істеп жатырмыз.
не то что просто шетелдік уровені жоғары сразу товар сатуға болатын, сразу үлкен суммадағы товарларды сатуға болатын. Мысалы Mentor группада біз 2024-те осындай болатын біліп, біз 24-тің басында бастап кеткенбіз. Мысалы қазір уже 25-тің басында не болатын білеміз, соған әрекет етіп жатырмыз. Осы сияқты бір нюанстар бар. Ол нюансты сен қазір басыңды қанша қинасаң да түсінбейсің. Себебі сенде әлі бастамауымсың, базовый ғана білім болады, бір eBay туралы бір жай ғана түсініктер болуы мүмкін. Ең бастысы просто ішіне процесске кіріп кету. Вот бір нәрсені толық түсініп, оған доказательства іздеп, ол қалай болатын бір зерттеп жүрмей ақ қойыңызшы, просто бастап кеттіңіз. По ходу ақша тауып жүріп түсініңізші. Вот мен солай істедім 22-де. По ходу ақша, мен өзім қалай ақша тауып жүргенін білген жоқпын басында. eBay Академия Американы оқыған кезде, оказывается, мынау былай екен ғой, оказывается, товарды былай жібер, оказывается, мынандай товар вообще сатуға керек емес екен ғой деген сияқты сұрақтармен ақша тауып жүріп түсіндім. Идеальнысы осы. А просто так бір затты зерттеп жүрсең, если реально вот сөздің ашығында саған ақша капать етіп түсіп тұрмаса, нафиг ізденесің ол заттен, сөздің ашығы осылай ғой. Сол үшін де бастап кету маңызды. Саған ақша капать етіп тұр, ол саған бензин, ол саған энергия. Ақша түсіп атады, сен товар сатып атасың, и сол сату процесі кезінде сен полный процессті түсініп жатасың да, и болашақта да не болатынын біліп жатасың деген сияқты. Сол үшін eBay осы тұрған алып айтқан кезде идеальный маркетплейс. 24-тің өзінде бір қазір 6 айдың өзінде бір 6-7 рет өзгеріс болды. Алдағы уақытта бір 3-4 өзгеріс жобамен пландалады eBay-да. 25-те даже өте үлкен өзгерістер болады деген сияқты. Айтқандай, всегда ақша бар eBay-да. Вот қазір мысалы ең идеальный жұмыс істеу, қазір шетелдік аккаунтты алып сауда істеу, шетелдік аккаунтпен жұмыс жасау. Дәл қазір идеальный уақыт осыған. Просто вот осы пойызға ілігіп кету керек саған, болды. Шетелдік біз $1,500 студенттерге аккаунт алып беріп жатырмыз. $1,500 деген. Вай сумма болуы мүмкін. Бір товардан түскен маржа ғой негізі. $3,000 бір товар сат, $1,500 маржа сенің аккаунтыңды ақтап тұр. Болды, сол аккаунт саған уже кәдімгі бір өзіңнің қалаңда бір помещениең сияқты, сенің помещениең ол. Болды, сен сол жерге арендасын төлемей қанша товар сатсаң өзің білесің деген сөз ғой. Сондықтан да өте маңызды, қаншалықты ерте бастасаң, соншалықты жақсы. Қыран сен 2022-де бастадың, саған айту оңай деуіңізде мүмкін. В чем проблема? Менен 2020 жылы, 2018 жылы бастағандар, в принципе, қуып жетпедім ба? Қуып жеттім. Сіз де солай істей аласыз. В чем проблема? На то и біз мүмкіндік жасап жатырмыз. Ерте ашылған аккаунт. Мойындау керек, ерте ашылған аккаунт, кеш ашылған аккаунтқа қарағанда уровені жоғары, себебі репутациясы жоғары оның деген сияқты. Сол үшін де қазір студенттерге 2019 жылдан әрі қарай уровені жоғары аккаунттарды алып беріп жатырмыз. Просто вот уақыт ұтсын, келсінде сразу біздің уровеньде жұмыс істесін, біздің дәрежемізде товар сатсын, eBay-дің ішіндегі дәрежеміз айтып жатырмын. Осылай дәреже товар сатсын деп мүмкіндік жасап жатырмыз. Сол менің айтпақшы болғаным, просто көп адам бір күтіп жүреді, подходящий моментті күтіп, идеальный бола ма деген сияқты. Қазір мысалы 6 ай өтті 2024-тің, 6 айда, возможно, бастап істеген шығарсың, бастап істеген болсаң, красавчик, мен прям қолын ұстаймын. Просто идеальный бір өзің үшін кәсіптің жолын таңдадың деп айта аламын. Әлі бастамаған болсаң, енді 6 ай ғана қалды, ол 6 айда зырр етіп өте түседі, 2025-ке барасың, eBay 23-те бастау керек еді, 24-те бастау керек еді деп отырасың сосын солай. Просто каждый өткен күнің маңызды. Идеальный момент eBay-да ол бүгін всегда, кеше негізі, кеше бастамаған болсаң бүгін бастамаған болсаң ертең деген сияқты. Максимум қаншалықты тез жұмыс істейсің, соншалықты тез нәтижеге жете аласың. Қиындықтар болады, нормальный нәрсе. Ойбай, идеальный бәрі келдің, миллиардта тауып, жоқ, ондай кәсіп болса, ол таза өтірік кәсіп. Ондай кәсіп жоқ, всегда проблема бар. Проблема болған үшін де ол бизнес, проблема болған үшін де кәсіп, проблема болған үшін де елдің бәрі бизнес жасай алмайды. Сол проблемаға қарсы тұра алсаң, сен сол проблеманы шеше алатын болғандықтан осы бір жерде отсың, осы видеоны көріп отсың, осы біздің инстаграмға подписансың, как-то бір құдайдың құдіретімен осы жерде ты оказался, значит, сенде сондай потенциал бар, просто істеу керек. Қиындықтарды шешуде на то и біз көмектесеміз, біз жүрміз осы жерде. Мен бармын, эксперттеріміз бар, кураторымыз, целый команда сол қиындықтарды жеңу үшін. Мен eBay Академиядан обучение алған кезде, мен 1 жылға обучение алған болатын. Менде ақша тауып жүріп, всегда басында сұрақ болады. Істеп жүріп, қалай істелгенін білмеймін әйтеуір. Сөйтіп жұмыс істеп жүріп, каждый процесстен өтіп, каждый раз сұрақ қойып, каждый қиындықты шешіп, сөйтіп бір eBay-дағы қазір ғой өзімізше бір более-менее крутой селлер сияқты отырғанымыз.
а так қиындық всегда болады, қазір де болады, ертең де болады, мен дайынмын оған, шешуге дайынмын, любой қиындықты шешуге болады. eBay 28 жыл маркетплейс ретінде жұмыс істеп тұр, ол жерде селлерлар жынды емес қой, миллиондаған товар сатса, миллиардтан оборот істеген селлерлар бар. Өздеріңіз ebay.com сайтына кіріп бір 20 минут зерттесеңіз, в принципе понятно болады адамдардың қанша ақша тауып жатқаны сол жердегі. Олар жынды емес қой, 28 жыл бойы проблема шешіп келіп жатыр, а олар аспаннан түсіп eBay-дің селлері болып мықты бір білімді болды дейсіз ба? Бастады олар да бір штук ручкадан сатып бастаған шығар. Солай бастайсыздар, болды. Самый главный бір шаг жасап бастап жаңағы пойызға ілігіп кету, әрі қарай өзі бола береді. Біз бармыз, өзіңіз барсыз, өзіңіздің де басыңыз істейді. Просто адам қашан өзінің бір неуверенность болады, адамда просто білім жоқ кезде неуверенность болады. Просто ішіне кіріп бір түсіне беру керек та, сразу бүкіл білімді eBay-дің білімін барып жұтып алам деген ондай болмайды никогда. Бастайсың, потихоньку келе береді, деп осознание келеді, и сөйтіп бір қарайсың, нормально ақша табасың, бір қарайсың, нормально eBay туралы білімің бар, уверенность бар, сенімділік бар, қалтаңда ақша бар, и дальше масштаб, дальше не істеуге болады деген сұрақтармен қана басыңды ауыртасың. Операционный ішіндегі товар жіберу, товарды салу, біздегі сияқты условно там аккаунтқа салып отыру, карточка толтыру, клиенттермен сөйлесу, оның бәрін в принципе бір 2 адам алып қойсаң жеткілікті. Менде eBay үшін 2 адам командамда бар, 2 адам жұмыс істейді, өзімнің аккаунттарым үшін жеткілікті ол. Сондықтан онлайн бизнес, егер реально ақша тапқың келсе, бизнесті онлайн істейсің, шығынсыз ақша тапқың келсе, заман осы. А онлайнның ішінде товаркамен бастайсың, товаркада маркетплейстің дәл қазірге дейін мен көрген маркетплейстердің ішінде ең идеальный eBay. Одан артық тез әрі жылдам әрекет етіп, аз жұмыс істеп көп ақша табу, то есть аз эффективностьпен, көп эффективностьпен, аз әрекетпен ақша табатын басқа жер жоқ. eBay сен үшін идеальный маркетплейс. Қысқаша осылай айтайыншы. Осылай 24-25-те де жаңалықтар болады, біз оны береміз, ұсынамыз всегда, ешқандай проблема жоқ ол жағынан. eBay-да ақша бар ма? eBay-да ақша бар. Мен қыран сен ерте бастадым десеңіздер, eBay-ға кіріп көріңіздер, қараңыздар, 95 жылдан бастап сатып жатқан селлерлар бар, 23-24-тің басында бастап та менен озып кеткен селлерлар бар. Сондықтан нормально, әркім өзінің дәрежесіне қарай, әркім өзінің видеоның басында айтқандай, әркім өзінің қанша тапқысы келетініне қарай, әркім сол тапқысы келетін ақшаға қарай, уақыт, энергия, ақшамен шығындала алатынына қарай ақшасын табады. Сәттілік тілеймін. eBay болашақ, всегда айтамын, бүгін бастаңыз.